Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен анемиясы бар кісілерге өте пайдалы болатын рулет, яғни грек жаңғағы қосылған рулетті бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға салқын 200 грамм сары майымызды үкіштен өткіземіз, не болмаса осылай майдалап турап алсаңыздар да болады. Ал енді үстінен 500-600 грамм көлеміндегі електен өткізілген ұнның жартысын салып, қолымызбен үгітіп бастаймыз. Осылайынан песочный қамыр дайындаймыз. Енді үстінен 3 дана жұмыртқамыздың сарысын саламыз. 200 грамм қаймақ, яғни сметанамызды қосамыз. Сметананы айранмен және де майонезбен заменить етсеңіздер болады. Яғни ауыстыруға болады. Үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқышын салып, 1 келкі болғанша қолымызбен мыжғылай отырып араластырамыз. Мінекей осылай қолға жабысатын сұйық масса пайда болады. Үстінен қалған ұнымызды салып, қамыр иілеп бастаймыз. Қамырымызды қаншалықты көбірек иілесек, біздің қамырымыз соншалықты иілгіш, яғни эластичный болады. Қолымыздың температурасынан құрамындағы сары майымыз ериді. Соның есебіне біздің қамырымыз өте жұмсақ болады. Қамырды теңде 2 бөлікке бөліп, бөлме температурасында қалдырамыз. Ал енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге жоғарыда алып қойған 3 дана жұмыртқамыздың ағы қажет болады. Үстінен 250 грамм қантымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстінен 150 грамм грек жаңғағын салып, араластырып шетке аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай 4 бұрыш етіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ұнды көп пайдаланбаймыз, аз ғана мөлшерде сеуе отырып, қамырымызды жаямыз. Енді үстіне начинкамызды салып, осылай кесіп аламыз. Кескен кезде шеттеріне ағып кетеді, ол ештеңке етпейді. Алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште 20-25 минуттың көлемінде ұстаймыз. Мінекей біздің рулеттеріміз осылай сыртына шығып піседі. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мінекей осылай әрледім мен. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.